Әне ол, казино. Тамаша, пингвиндерді сол жерден табамыз дедім. Не? Тынышталыңдар, достар. Пингвиндерді қолға түсіру операциясына немқұрайлы қарауға болмайды. Мейлінше тыныш жүруіміз керек. Мүлде көзге түспейміз. Не істесек те тып-тыныш жүріп істейміз. Бәріміз билейміз. Бәріміз билейміз. Сонымен, бірінші кезең. Казиноға басып кіреміз де пингвиндерді қолға түсіреміз. Сосын маймылдардың күшімен ұшатын супер ұшақтарына мініп Нью-Йоркқа апар дейміз. Екінші кезең. Бізді Африкаға тастап кеткені үшін пингвиндердің шаңын аспанға қағамыз. Үшінші кезең. Шаңын қаққанымыз үшін пингвиндерден кешірім сұраймыз. Бірақ көкейіміздегі ренішті айтамыз. Төртінші кезең Нью-Йоркқа қайтамыз. Келсем. Ал енді ауа алмастыру құбырлары мен казиноның ішіне кіреміз де пингвиндерді іздеп табамыз. Тек кім қай құбырға кіретінін шешуіміз керек. Ойбай! Сәлем қымбаттым, жақсың ба? Қазір саған көмектесем. Ал, жарайды. Аң жануарларды казиноға кіргізбейді. Ішке кіру үшін түрлерін өзгертіп алған анық. Ойпырмай, мұнан қара. Сықыны адам шошырлық екен, масқара. Бейтіп ханым болған түрі құрсын. Бұл ханым емес, Версаль королі ғой. Шын мәнінде Версаль королі емес. Бұл маймыл ғой. Маймыл деген шөп сияқты. Жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды. Ал жел дегеніміз пингвиндер. Король тағы да жеңді. Бұл жолы ұтысқа бәрін тігу керек. Сосын әлгі жүгірмектерді ертіп, балқып-шалқап Нью-Йоркқа қайтамыз. Ал 380 ұшағын аламыз ба? Саф алтыннан құйылғанын аламыз ғой. Мырза, саф алтыннан құйылған ұшақ ұша алмайды ғой. Ковальский, біз шерген баймыз. Физиканың заңдары бізге жүрмейді. Ұтысқа бәрін тігеміз. Жарайды. Жарайды. Тура 17 секундтан кейін лемурлар жарықты өшіреді. Қазір ме? Жоқ. Қазір ме? Жоқ. Қазір ме дейм? Жоқ. Мен төменге түсем, пингвиндерді ұстайым, ал сен мені тартып шығарасын, сөйтіп тайып тұрамыз. Төменге мен сенші, пингвиндерді өзім ұстайым. Тұяғымен ұстай алмайсың, Марти. Қазір ме? Жоқ. Өшейін бе? Жоқ. Мұндай шешімдерді басшы қабылдайды. Сені басшы деп кім айтты? Неге мен емес? Өйткені жоспарды құрған менмін. Король ұтысқа бәрін тікті. Мен шетке сырт тастадың ба? Сен жоспардың бір бөліксің, онда жоспарды қалай бақыламақсың? Мінекей. Саған біреу дауыс берді ме? Жоспарды басқарушы боласың деп sayып Өзім таңдау жасадым, өйткені мен басшымын. Жарайсың, балақай. Болды ма? Жоқ. Версаль королі бәрін жеңді. Бәлкім мен басшы болармын. Мелман, Мен дәрігермін ғой. Болды ма? Жоқ. Бәріміз басшы болсақ қайтеді. жетер. Мен басшы болам. Жағдайың қалай, Марғау? Тоқта. Марти, қазір қандай кезеңдеміз? Үшінші кезең, кешірім сұрау. Дұрыс. Достар, кешірім сұраймыз. Кешірімдеріңді қабыл алдық. Домалаймыз. Марти, екінші кезеңді ұмытып кеттік. Шаңдарын қақпадық қой. Маған не істе қарайсың? Мен басшының соңынан ере. Қазір. Қолын тимей жатыр ғой. Жарықты өшір. Жарайды қазір. Көмектесіңдер! Көмек! Құтқар! Мына жарыққа не болды өзі? Маған жаңғалауыңды айт. Жаңғалауыңды айт маған. Тек жаңғалауыңды айт. Не Жаңғалауыңды айт. істеп жатсыңдар? Жүріңдер. Есіктерді жабыңдар. Дереу хайуанаттарды бақылау орталығынан Дюбуа капитанды шақырыңдар. Söyle. Oui, zebra. Susıyıq. Keğik. Ağıstan. 7 жасымда алғашқы тоты құсымды қылқындырып, алтын балықты құбырға ағызып жіберіп, жыланның терісін сыпырып алғанмын.
Осы күнге өмір бойы дайындалдым десем де болады. Мансабым шыңға шарықтайды. Аңдар патшасын аулауға аттанамыз. Арыстан. Жоқ. Қамап жатыр ма? Енді қайттық. Уайымдамаңдар, жігіттер, ары тұрыңдар. Өзім реттеймін. Ештең етпес. Я, өз ойыңдағыдай әсер қалдыра алмаған сияқтысың. Не болды өзі? Біз қайдамыз? Мынау не? Ол біздің көңіл көтеретін әскери люкс көлігіміз. Мәшине. Газды басыңдар, жігіттер.